Сәлем достар, сіздердің көпшіліктеріңіз Роберт Кийосакидің «Бай әке» және «Кедей әке» деген немесе орысшасы «Богатый папа, бедный папа» деген кітабы жайлы естіген шығарсыздар. Осы кітап көпшілік адамдарға қаржылық еркіндік әкелді және соның арқасында әлемде ең көп сатылатын кітаптардың бірі болып табылады. Егер оқымасаңыздар, сіздерге оқып көруге кеңес беремін. Алайда бұл видеода сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін кітаптың мазмұнын айтып бергім келіп отыр. Ал кітапты әлде қашан оқып қойған болсаңыз да, видеоны көруді ұсынамын. Себебі көпшілік адам кітаптың мағынасын тура түсініп, астыртын жатқан ойларды байқамай жатады. Олай болса, уақытты созбай кітаптың мағынасын тереңінен түсінуге кірісейік. Роберт Кийосаки бай болу үшін көп ақша табу керек деген қате түсінікті жоққа шығарады. Кітап ақшаға жұмыс жасау мен ақшаның сізге жұмыс жасауын ажыратып береді. Ата-ананың үмітін ақтамау және қоғамның қабылдамауы сияқты қорқыныштар адамның бай болуына кедергі келтіреді. Мектепке бар, жақсы оқы, кейін жақсы жұмыс тап. Көпшілік осы кеңестерді қайталайды. Алайда оның бәрі әлде қашан ескіріп қалған және кеңес біздің ата-анамыздың өткеніне негізделген. Бұл жағдайда сіз университет бітіргеннен кейін бір компанияға жұмысқа тұрасыз және сол жерде ондаған жылдар бойы жұмыс істейтін боласыз. Содан соң зейнеткерлікке шығасыз. Алайда бұл жағдай ешқандай қаржылық қиындықтың немесе тіпті кедейліктің алдын алмайды. Шындығына келгенде, сіз жақсы оқып, беделді университетті бітіріп, жақсы компанияға жұмысқа орналасқанымен, сіз қаржылық тұрғыда ешқандай алға басылушылықты көрмеуіңіз мүмкін. Сіздің тынымсыз жұмыс істегеніңізден сіз емес, сіздің бастықтарыңыз байлыққа кенелетін болады. Егер неге жоғарғы жалақы сізді бай қылмайтындығын, неге үйіңіздің кей жағдайда актив, ал кей жағдайда пассив болатындығын және актив пен пассивтің арасындағы айырмашылықты түсінудің маңызы неде екендігін білгіңіз келсе, сіздерге осы видеоны ары қарай көруді ұсынамын. Ал осы сұрақтарды талқыламас бұрын, сіздерге каналға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Қаржылық сауатсыздықпен бірге қорқыныш, ашкөздік сіздің иррационалды шешім қабылдауыңызға итермелейді. Ал ол сіздің қаржылық әл-ауқатыңызды төмендетеді. Ақшаға келгенде кез келген бай және кедей адам екі түрлі сезімді бастарынан өткізеді. Аямшақтық және қорқыныш. Егер сізде ақша болса, олардың көмегімен сатып алуға болатын жаңа заттар туралы ойлай бастайсыз. Егер сізде ақша жоқ болса, осылай жалғаса береді ме деген қорқыныш сезімі тууы мүмкін. Мысалы, сіз жұмысыңызда өстіңіз делік. Дәрежеңізбен бірге сіздің жалақыңыз да өсті. Егер адам қаржылық тұрғыда сауатсыз болса, эмоциялары жеңіп кетуі мүмкін. Алайда, егер ол адам сол ақшасын акцияларға немесе басқа активтерге жұмсайтын болса, болашақта бұл салымдар оның әл-ауқатын арттырады. Адамның ақшамды жоғалтып аламын деген қорқынышы инвестициялаудан аулақ болуына әкеледі. Сол сияқты аямшақтық та жоғарылаудан алған ақшаны адамның өз өмірін жақсартуға әкелетін заттарды сатып алуына әкеледі. Мысалы, бұрынғысынан жақсырақ, қымбатырақ автокөлік. Ондай сатып алымдар адамға акция сатып алғаннан гөрі шынайырақ болып көрінеді. Алайда, жаңа көліктің шығыны да көп. Салық пен сақтандыру қымбатырақ, көбірек жанармай керек болуы да мүмкін. Осылайша, жалақыңыз өскенімен өміріңізге қаржылық тұрақтылықтың орнағанын байқамауыңыз да мүмкін. Осылайша, аямшақтық пен қорқыныш қаржылық сауатсыз адамға болашақта бай болуына кедергі келтіреді. Ендеше, осындай эмоцияларға қалайша қарсы тұруға болады? Бәрі оңай. Міндетті түрде қаржы саласында біліміңізді арттырып тұрыңыз. Мысалы, инвестиция, тәуекел, қарыз сияқты салаларды зерттеңіз. Бұл сізді тіпті қорқыныш пен аямшақтық сезімінен сезінсеңіз де жақсы нәтижеге жеткізетін рационалды шешім қабылдауыңызға көмектеседі. Негізі, қаржылық сауаттылық бұл қазіргі заманның құбылмалы экономикасында білуіміз керек өмірлік қажеттілік. Алайда, бұл білімді өзіңіз игеруіңіз керек. Көпшілік адамдар
бай болу үшін міндетті түрде талантты және білімді болуы керек деп ойлайды. Алайда әлемде ондай адамдар көп, және олардың басым көпшілігі кедей. Ол адамдарға қаржылық білім жетіспейді, және кітаптың авторы оны интеллекттің қаржылық коэффициенті деп атайды. Өкінішке орай, біз ол білімдерсіз өстік. Мектеп адамдарға қажет әртүрлі білімдерді береді, алайда қаржылық білім олардың біреуі болып табылмайды. Балаларға инвестиция, жинақтау және олардың неге қажет екендігін үйретпейді. Нәтижесінде күрделі пайыздың не екендігін білмейтін және мүмкіндік туа сала бүкіл ақшасынан айырылуға тырысатын ұрпақтар пайда болады. Біз өмір сүретін қоғам бізді қаржы саласындағы білім мен жақсы қамтамасыз етпейтіндігі айдан анық. Сол себепті әрбір адам қаржы саласындағы шешімді өзі табуы керек. Кийосаки мынандай кеңес айтады: өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды байсалды тұрғыда бағалаңыз, шынайы мақсат қойыңыз және қаржылық сауаттылығыңызды арттырып отырыңыз. Бұл сіздің бай болуыңызға әкелетін бөлшектер. Сіз байлыққа деген сапарыңызды кез келген уақытта бастасаңыз болады. Алайда ертерек бастағаныңыз өзіңізге жақсы. Бірінші, өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды бағалаңыз. Сіздің қазіргі жұмысыңыз сізге қанша табыс әкеледі және болашақта қанша табыс тапқыңыз келеді. Қандай шығындарды көтере аласыз, ал қандайларды көтере алмайсыз, барлығын анықтаңыз. Екіншіден, қазіргі қаржылық жағдайыңызды анықтап болғаннан кейін, шынайы қаржылық мақсаттарыңызды анықтаңыз. Келесі қадам сіздің интеллектуалыңыздың қаржылық коэффициентін арттыру болып табылады. Бұны өміріңізде сіз иелік ететін ең құнды актив ретінде қарастырсаңыз болады, яғни ақылға деген инвестиция. Сіз оған әртүрлі жолмен жете аласыз, алайда оның бір жақсы жолы бар. Қанша табыс табатындығыңызбен емес, өзіңіз үйреніп жатқан нәрсемен айналысыңыз. Сонымен қатар, өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды бос уақытыңызда да арттырсаңыз болады. Әртүрлі семинарлар мен форумдарға барыңыз, кітаптар оқыңыз және де осы саладағы эксперттермен сөйлесіңіз. Осының барлығын сіздің бай болуыңызға ақырындап әкеледі. Кітаптың келесі инсайты ол тәуекелмен байланысты. Тәуекелді басқара біліңіз және олардан қорықпаңыз. Осылайша ғана сіз үлкен табыс таба аласыз. Альберт Эйнштейн айтқандай, ақылсыздық ол бір нәрсені бірнеше рет қайталай отырып, әртүрлі нәтижені күту. Сол себепті, егер сіз өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды өзгерткіңіз келсе, өз қаражатыңызды басқалай басқаруды бастау керексіз. Ал ең басты өзгеріс ол тәуекел етуді үйрену. Қаржылық тұрғыда жетістікке жеткен адамдардың барлығы өз жетістігіне жету үшін тәуекелге бел буған. Олардың жетістікке жетуінің себебі олар тәуекелді басқара алады және тәуекелден қорықпайды. Осылай қорқып отыра бергенше, акция, облигация сияқты бағалы қағаздарға инвестициялап көріңіз. Әдетте, олар банктегі депозитке қарағанда тәуекелі жоғары деп есептелінеді. Бағалы қағаздың көмегімен сіз ақшаңызды біршама ұлғайтып ала аласыз. Немесе, сіз қор нарығының алдында жауапкершілікке ие болғыңыз келмесе, одан да басқа ақшаңызды ұлғайту мақсатында ұзақ мерзімге инвестициялаудың жолдары бар. Әрине, табысыңыз артқан сайын тәуекел де жоғарылай түседі. Мысалы, акцияға инвестициялай отырып, сіз барлық салымдарыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Алайда, тәуекелге бармасаңыз, үлкен нәтижелердің болмайтындығына кепілдік береміз. Байлыққа жету уақытты талап етеді. Сол себепті, байлыққа барар жолда мотивацияны сақтау өте маңызды. Байлыққа жететін жол өте ұзақ және кедергілер кездескен кезде оңай жігеріңізді жоғалтып алуыңыз мүмкін. Мысалы, қоймаңызда толып тұрған тауардың бағасы аяқ астынан құлдырап кетті делік. Алайда, сіздің қаржылық мақсаттарыңызға жетуіңіз үшін еңсеңізді түсірмей, қиындықтың алдында мотивацияңызды жоғалтпауыңыз керек. Мотивацияны жоғары сақтап тұрудың бір жолы не істегіңіз келеді және не істегіңіз келмейтіндігінің тізімін жасау. Мысалы, тізімге мен 2 жылдың ішінде барлық қарызымнан айырылғым келеді. Менің кедей болғым келмейді деп жазсаңыз болады. Осы тізім сіздерге қиын жағдайды еске салу арқылы неге байлыққа қарай ұмтылу керектігіңізді еске түсіріп тұрады. Көп ақша табуға мотивация берудің тағы бір жолы ақшаңыздың барлығын бірінші өзіңізге жұмсаңыз, кейін басқа шоттарыңызды төлеңіз. Осының нәтижесінде сіз екі мақсатты да қанағаттандыру үшін қанша қаражат екендігін түсінетін боласыз. Ол дегеніміз көп несие алу керек дегенді білдірмейді. Өзіңізге бірінші төлей отырып, сіз ақша табудың жаңа шығармашылық жолына жететін боласыз. Сонымен қатар,
Бұл тәсіл сізді қаржылық жағдайыңызды тәртіпке салатын болады, ал бұл қаржылық тұрғыда бай адамдардың ерекшелігі болып табылады. Осы кеңестерді тәжірибе жүзінде іске асырып көріңіз. Сонда сіз байлыққа жету барысында мотивацияны жоғалтып алмаудың мүмкін екендігін түсінетін боласыз. Сіз еңсеңізді түсіргенде ғана кедейсіз. Ең бастысы, сіз қандай да бір іс-әрекет жасадыңыз. Көпшілік адамдар тек бай болғылары келетіндігін айтады, немесе бай болуды армандайды. Ал сіз байлыққа қарай бір қадам жасадыңыз. Жүруді жалғастырыңыз, берілмеңіз. Автор, сіздің қалтаңызға ақша әкелетін активтерге ғана инвестициялаңыз, және қалтаңыздағы ақшаны шашуға әкелетін пассивтерден аулақ болыңыз дейді. Егер сіз бай болғыңыз келсе, активтер мен пассивтердің арасындағы айырмашылықты түсінуіңіз керек. Қарапайым тілмен айтсақ, актив ақша әкеледі, ал пассив ақшаңызды әкетеді. Бай болу үшін активтерге инвестициялау керектігі айдан анық. Активтердің қатарына акция, облигация, инвестициялық қорлар, табыс әкелетін жылжымайтын мүлік және тағы да басқалары жатады. Олардың құны көбінесе уақыт өте келе өседі, және болашақта оны қымбатырақ бағаға сату арқылы табыс табуға болады. Өкінішке орай, көптеген адамдар активқа инвестициялаудамын деп қателік жіберіп алып жатады. Мысалы, үй сатып алу актив болуы мүмкін, алайда оны сіз 30 жылға ипотекаға алған болсаңыз, сіз өзіңізге үлкен пассивті жасап алып отырсыз. Біріншіден, өзіңізге ай сайын төленуі керек міндетті шығынды 360 айға мойныңызға алып отырсыз. Екіншіден, 360 ай бойы төлейтін шығындарды табысты активтерге инвестициялауыңызға болатын еді. Мысалы, акцияларға немесе шағын қоймаға. Қойманы сіз жалға беру арқылы ақша ала алатын едіңіз. Актив пен пассивтерді ажырата отырып, сіз қайда инвестициялауға болатындығын және қайда инвестицияламау керектігін білетін боласыз. Бай адамдар активтерді сатып алады, ал орта тап пен кедейлер пассивті актив ретінде қабылдап, соларды сатып алады. Есіңізден шығармаңыз, сіздің мамандығыңыз бұл сіздің ай сайынғы шығындарыңызды жабуға ғана көмектеседі. Тек бизнес қана сізді бай адам қылады. Көпшілік мамандық пен бизнес екеуі бір нәрсе деп ойлайды. Алайда жеке қаражатқа келген кезде екеуінің айырмашылығы бар. Сіздің мамандығыңыз ол сіздің бастапқы шығындарыңызды жабу үшін аптасына 40 сағат бойы жасайтын жұмысыңыз. Мысалы, жейтін тамағыңыз, суыңыз, үйіңіз тағы да басқа. Ал бизнес дегеніміз активтеріңізді ұлғайту үшін өзіңіздің уақытыңыз бен ақшаңызды жұмсауыңыз. Мысалы, тамақ жасаудың өте тамаша курстарын өткен ашпазшыны алайық. Оның жұмысы оның отбасын асырауға жеткенімен оны бай адам қылмайды. Сол себепті ол өз бизнесіне жылжымайтын мүлікке инвестициялайды. Ол айына қанша табыс табатындығына қарамастан табысының бір бөлігін алып қойып, оларды кейін жылжымайтын мүлікке, үйге инвестициялайды. Кейін оларды жалға береді, яғни ол қосымша табыс әкелетін активтерге инвестициялайды. Негізінен сіздің мамандығыңыз алғашында сіздің бизнесіңізді қаржыландырады. Сол себепті сіздің бизнесіңіз тұрақты табыс әкелмейінше өзіңіздің жұмысыңызда қала тұрғаныңыз дұрыс. Ол тұрақты табыс әкелген кезде сіздің жұмысыңыз емес, активтеріңіз басты табыс көзіне айналады. Қаржылық тұрғыда еркін дегеніміз осы. Ақшаға деген махаббат барлық жамандықтың негізі, ал ақшаның жетіспеуі барлық жамандықтың негізі. Сонымен кітаптың қорытындысына тоқталайық. Мектеп қаржылық сауаттылықты үйретпегендіктен оны өзіміз үйренуіміз керек. Сіздің интеллектуалыңыздың қаржылық коэффициенті жоғары болғанда ғана бай бола аласыз. Сіздің ақылға жұмсаған ақшаңыз сізге жетістікке жетуге көмектеседі. Себебі сіздің ақылыңыз ғана кез келген қаржылық жағдайда басты актив болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Сонымен қатар каналға тіркелуді ұмытпа.